Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағым мүлде тігін тігіп көрмеген қыз-келіншектерге арналады. Яғни бір тіккеннен осындай еш мінсіз болып шығатын құрақ құраймыз. Алдымен құрақты бастамас бұрын лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен құрағымды бастамас бұрын мен 16-да 16 размер шыт мата алып, теңдей бөліп сызып алам. Одан кейін ортаға көз матамыз, яғни размері 4-те 4. Мен өзім әрдайым осындай 4-те 4 размерде аламын. Одан кейін екі түрлі мата қажет. Маталарымның размері 2,5 сантиметр. Алдымен тігін ескере отырып, жасылдан бастап тігемін. Яғни лапка бойына тігіп өтеміз. Яғни бұл құрақты жалпы қандай шиғырақ болса да құраған кезде ең алғаш мүлде тігін тігіп көрмеген қыз-келіншектердің құрағанын үздіп түзу шығады. Оның бір алғашқы себебі жаңағы ортамыздағы көз матамыз қабырғалары бірдей болу керек, ұзындығы. Одан кейінгі осы мен алғашқы жасыл мата. Енді осыны ашамыз, содан осы жерден кері қарай бір бастырып шығамыз, үстінен тікпес бір. Мінекей осылай жай ғана бір бастырып шығамыз. Сол кезде матамыз астындағы матаға, яғни жасыл матамыз астындағы матаға жабысып тұрады да, еш мінсіз, яғни келесі матаның үстіне қойғанда орнынан жылжымайды. Мінекей тағы да дәл солай жүріп өтеміз. Жай ғана ұшын ғана жүріп өтесіздер. Сол кезде ешқандай мін болмай, өте әдемі және құрағымыз түзу түсетін болады. Мінекей ашамда қарап отырыңыздар. Мінекей сәл артқа қарай жылжып тігіп шығам. Келесі жасыл матамызды қойып тігеміз. Лапка бойынан жүрсеңіздер, ортадағы көз матамыз дәл ортасына қойып, және де оның қабырғаларын бәрі бірдей өлшемде болатын болса, сонымен қатар дәл осылай ұшын бір кері қарай жүріп өтіп, қайта үстінен жүретін болсаңыз, сіздің құрағыңызда еш мін болмайды. Шиғырақтың ең басты құпиясы осында. Яғни шиғырағыңыз түзу әдемі шығса, артындағы олардың бәрін басын біріктіргенде еш мін болмайды. Мінекей тағы да басын ұшын жүріп өтем. Келесі жасыл матамды бастап тігемін. Мінекей ашам, кері қарай тігіп өтем. Міне көріп тұрғандарыңыздай, құрағымыз түзу әрі әдемі, түзу әрі әдемі шыққан құрақ. Артында бәрін басын біріктіргенде ешқандай мін болмайды. Енді жасыл матамызды салып шығамыз. Ұштарын жаңағындай бір-бір жүріп алғанда, матамыз орында қозғалмай, сол күйінде қалады. Сол кезде құрағымызда еш мін болмайды. Міне өте түзу әрі әдемі шықты. Енді шет-шетін айналдыра 4 шетінде жүргізіп алам. Сосын кейін сәл-сәл матамыз артылды. Астындағы шыт матамыз, сол шыт матаны әдемілеп айналдыра қиып шығамыз. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай еш мінсіз құрақ шықты. Міне қараңыздар, 15 сантиметр, 15 сантиметр. Мінекей
бүкілді төрт қабырғасы 15 сантиметрден шықты.